саламатсыздар ма оқушылар? Ал бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын алдымен мен сыныпты түгелдеп алайын. Бүгін сабақта кім жоқ? Оқушылар старшын. Бүгін сабақта Бейсен Жаңыл жоқ. Қалғандар түгел ма? Жақсы. Және де Сейілхан Нұрила. Бейсен Жаңыл және Сейілхан Нұрила жоқ. Жарайды. Ал оқушылар сабағымызды бастамас бұрын бәріміз сабағымызды ынтаменен зейінімізді сабаққа аударамыз. Ол үшін сіздер сабаққа дайын екендеріңізді, зейіндеріңізді аудару үшін мен қазір 1, 2, 3 деп санаған соң шапалақ ұрамыз. 1, 2, 3. Жақсы, онда сабаққа дайынбыз. Сабағымызды бастамас бұрын алдымен үй тапсырмасына шолу жасайық. Үй тапсырмасына білесіздер, өткен сабақта біз Андронов және Беғазы Дәндібай мәдениеттерін өткен болатынбыз. Ол сабақта біздің меңгергеніміз Андронов мәдениеті мен Беғазы Дәндібай мәдениетінің айырмашылықтарын анықтадық. Әлкей Марғұланның Қазақстан археологиясының дамуына қосқан үлесін сараладық. Аз ғана үй тапсырмасына шолу жасап кетейін. Сіздер білесіздер, қола дәуірінің ең ірі жетістігі ретінде Андронов мәдениеті екенін айттық. Мінекей ол мәдениеттің алғашқы ескерткіші 14 жылы Андронов селосынан табылған. Тақырып бойынша үй тапсырмасына айтам дегендер, үй тапсырмасына дайындалып келгендер бар ма? Оқушылар кім дайындалып келді? Дайындалғанда қолдарыңыз көтеріңіз. Мінекей жарайсыңдар, 70% оқушылар үй тапсырмасына дайындалып келді. Қанекей кім айтады? Беғазы Дәндібай мәдениеті бұл орталық Қазақстан аумағында орналасқан. Бұнда Андрон тайпалары көшіп қонған. Оларда Степияқ, Айбол, Тастыбұлақ тұрақтарында табылған. Оған дәлелдер жәдігерлердің денелері, сүйектері табылған. Содан оны біз Беғазы Дәндібай мәдениеті көрдік. Жақсы, жарайсың. Тағы да үй тапсырмасы айтамыз. Қола дәуірінде Қазақстанның батыс аумағында ғана андрондық мәдени тарихи тайпалар қоныстанды. Мәдениеттің атауы Андронов, батыс Сібірдегі Андронов селосының атына қойылған. Тура сол жерлерден қаншама қыш ыдыстардың жасалғанын археологиялық қазба жұмыстарының арқасында іздеп табылды. Жақсы, жарайсың. Тағы үй тапсырмасын айта қой. Қазақстанның бәр аумағында Андронов және Беғазы мәдениеті таралған. Олардың айырмашылықтары адам қайтыс болған кезде Беғазы Дәндібай мәдениетінде олар адам қайтыс болған кезінде оларды шалқасынан жатқызып көмген. Ал Андронов мәдениетінде адам қайтыс болған кезде оларды анасының құрсағында жатқызып және олардың онымен бірге ыдыс-аяқтарын және жануарлардың сүйектерін бірге көмген. Осы көмілге бірге көмілгендері не үшін? Неге оны қасына көмген? Өйткені бұрынғы адамдардың діни түсініктері бойынша ана өмірде оларға сол заттар, сол ыдыстар керек болып қалады деп ойлаған. Өзінің пайдаланған, өзімен бірге өмір сүрген заттарын қасына қойып жерлеген, е? Жақсы, жарайсың. Тағы да сабақ айтамыз оқушылар. Айта ғой, тұра ғой. Қазақстанда бүкіл жерлерде Андрон мәдениетін қолданылған. Қазіргі кезде қайтыс болған адамды шалқасына жатқызса, баяғы заманда еңкейіп жатқызып, үстіне қызыл бояуларды төгіп, мәңгілік о дүниеге ұйықтауға барады деп ойлайды. Және де олардың түсінігі бойынша өзінің өміріне қолданылған қылыш, тағы басқа да заттарын жанына қойып қояды. Ол дүниеде сол заттар өзіне керек болады деп ойлайды. Жарайды, отыра қой. Ал енді үй тапсырмасын сұрар кезде мен кім жылдам деген әдісін пайдаланамын оқушылар.
Осы кім жылдам әдісінде мен берілген тапсырманың жауабын сіздер берілген сұрақтар бойынша жауабын жазып, мұнда келіп жазамыз. Бірінші сұрақ, мәйітті өртеу ғұрпы. Кремация. Жазамыз келіп. Қалай жазылады? К. Ойың жетпейді, жарай жаза тұрайын. Дұрыс па оқушылар? Келісеміз ба? Жақсы. Келесі сұрақ. Жерден жақсы жарайсыз, отыра қой. Бағалау үшін ұпай ретінде саналады. Әрдайым жауаптарыңызға осыны беріп отырамыз және талап етіңіздер. Жерден қазылып, бұтақтармен өріліп, топырақпен жабылған баспана қалай аталады? Қанти оқушылар? Жертөле жазыңыз дейік. Тездетеміз, уақытты үнемдейміз. Одан кейін Қазақстанның барлық аймағына таралған мәдениет. Не деп аталады? Біреусін, ең көп таралған. Қайсысы қанти? Кеш жазамыз. Одан кейін Беғазы Дәндібай мәдениетін ашқан ғалым. Сен дұрысын жазасың, менің семейді оның. Қайсысы? Сенімді болмай тұрсыз ба? Отырыңыз, келесі оқушы сенімді болады. Сізге берілген сұрақ Беғазы Дәндібай мәдениетін ашқан ғалым. Беғазы Дәндібай мәдениетіне тесейлі егіншілікпен бірге қандай егіншілік дамыды? Мал шаруашылығы. Тағы? Терімшілік. Айтпаймыз, бүйіткен қанақшылық өтереміз. Терімшілік. Тағы? Мал шаруашылығы және терімшілік. Тағы? Аңшылық. Өткенде өттік қой оқушылар не болсын дерде? Жоқ. Егіншілікпен бірге мал шаруашылығы деп айтқан оқушы жазыңыз. Қазақстанның барлық аймағына таралған мәдениет сонымен жазамыз келеміз. Беғазы Дәндібай мәдениетіне тесейлі егіншілікпен бірге қандай егіншілік дамыды? Мал шаруашылығы. Егіншілікті қандай егіншілік дамыды? Өткен едік қой, өткен жолы. Неге үйде оқымадыңыздар ма? Қанти оқушылар? Апай, кел, жазамыз. Андронов мәдениет қандай шаруашылықпен айналысты? Жаза бер. Андронов мәдениет қандай шаруашылықпен айналысты? Қандай шаруашылықпен? Қандай шаруашылықпен? Болды ма? Уақыт бітті. Ал ары қарай. Болды. Ал енді қараңыздар. Өткенде өттік. Кетпенді егіншілік. Не үшін? Себебі айттық біз. Кетпенді егіншілікпенен кетпен, білесіздер ме? Қола дәуірінде бізде не жақсы өндірілді? Қола дәуірінде мінекей кетпенді егіншілік, кетпен біз құрал ретінде жасадық қой. Бақташылық, шаруашылықты кеше өттік қой, үйге тапсырма ретінде берілген оқушылар. Естеріңізде жақсылап сақтаңыздар. Өшіру қалай еді өзі? Бүгінгі өтетін жаңа сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы жартастарға салынған ежелгі суреттер. Сабақтың зерттеу сұрағы: тасқа салынған суреттер ежелгі адамдардың дүниетанымын қалай бейнелейді? Сабақтың оқу мақсаты: алғашқы адамдардың наным-сенімдері жайында мағлұмат алу, археологиялық ескерткіштерді сипаттау. Ал сабақты алғашқы кезде Қазақстанның жартастарына салынған ежелгі суреттер еліміздің аумағында көптеген Қазақстанның
барлық жерінде жетсек те ол бейнеленген. Себебі бұл бейнеленген жартастағы суреттер қазақ халқының бұрынғы өткен өмірін, болған дәстүрлерін бәрін ғұрыптап, адамдардың соны тасқа қашап салу арқылы тарихи оқиғаларын бейнеленген суреттері болып қаланған. Сонымен қатар, ол Қазақстанның тау беткейлерінде біздің Қазақстанның орасан зор суреттері табылған. Таңбалы Тай шатқалында, Теректі әулиеде табылған. Әсіресе Алматы облысында көптеп табылған. Ал енді бұл тақырып сіздерге тереңірек жақсы тану үшін мен сабақтан бейне үзінді сабағын қоямын. Сіздерге бейне жартастардағы суреттер құпиясының бейне ролигін көріп тамашалаңыздар. Ежелгі адамдар суретті қайда салған? Суреттерді не себепті жартастарға салған? Ежелгі адамдар сурет салуға нені пайдаланған? Еліміздің қай өңірінде петроглифтер көп кездеседі? Осы берілген сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Ежелгі адамдар суретті қайда салған? Ежелгі адамдар суреттерін жартастарға және үңгір қабырғаларына салған. Олар сурет салар кезде тастың тегістігі мен күнге төзімділігіне ерекше мән берген екен. Суреттерді жартастарға не себепті салған? Ежелгі адамдар қоршаған орта туралы түсініктерін жартастарға суреттер салу арқылы білдірген. Ежелгі адамдар сурет салуға нені пайдаланған? Ежелгі адамдар сурет салу үшін көбінесе ағаш көмірін және жосаны, оқыры пайдаланған. Петроглифтерде адамдар нені бейнелеген? Жануарларды, аң аулау сәттерін, құрбандық шалу рәсімін бейнелеген. Еліміздің қай өңірінде петроглифтер көп кездеседі? Елімізде петроглифтердің шоғырланған жерінің бірі Алматы қаласының солтүстік батысында орналасқан Тамғалы шатқалы. Тамғалы шатқалынан ежелгі адамдар салған 5000 сурет табылды. ЮНЕСКО қарамағындағы Тамғалы ескерткіші 2004 жылдан бері әлемдік мұралар тізіміне енгізілген. Жартаста күн басты құдайлар, дөңгелек арбалар, адамдар, жануарлар, құрбандық шалу, діни рәсімдер, аңшылық көріністер бейнеленген. Күн басты бейнелер күнге табынушылықты білдіреді. Олар бастарынан күн сәулесін шашқан адам кейпінде көрсетілген. Еліміздің тағы қай өңірінде ежелгі адамдардың жартастағы суреттерін көруге болады? Ешкөлмес тауынан табылған екі дөңгелекті арбалар мен құрбандыққа шалынған жануарлардың суреттері біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырда салынған. Шығыс Қазақстандағы Ақбауыр өңірінің қабырғасындағы суреттер қызыл күрең түсті жосамен салынған. Бұл жерде құрбандық шалынып, сан түрлі ырым жоралғылар жасалған. Қаратаудағы Қойбаға жартасындағы суреттерде бір-біріне байланып келе жатқан түйелер бейнеленген. Күріш бейнеленген суреттер ұзындығы 1-2 метрге жетеді. Тау беткейлерінен орасан зор сурет галереясы Таңбалы тас, Теректі табылды. Оларда соғыс арбалары, садақ тартып тұрған батырлар, ғұрыптық билер орындаған бишілер салынған. Барлық бейненің үстінде күн басты тіршілік иелерінің суреті тұр. Бас орнына күн бейнесі бедерленген бұдан басқа да суреттер Сарыарқадағы Жасыбай көлінің жағасынан кездеседі. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ал енді мінекей бүгінгі жаңа сабақты жалғастырамыз. Петроглиф дегеніміз не? Мінекей петроглиф дегеніміз латын тілінен аударғанда петро тас және грек тілінен аударғанда жазу дегенді білдіреді. Яғни тақта тас, жартас, осы жартастарға салынған суреттер петроглиф деп аталынады. Есімізге жақсылап салып аламыз. Қанекей оқушылар дәптерге түртіп алайық. Тотемизм дегеніміз не? Тотемизм дегеніміз рулық қоғамдағы адамдар тобының шығу тегінің жануарларға, өсімдіктерге немесе табиғат құбылыстарына байланыстыру негізінде қалыптасқан сенімдер мен әдет ғұрып, салт дәстүрлердің күрделі жүйесі.
зерттеу сұрақтары. Бүгінгі біз сабақта ең негізгі қалыптастыратын петроглифтердің көбінесе кімдер қандай көріністерде бейнеленгенін меңгереміз. Сонымен қатар алғашқы адамдар суретті салу үшін қандай тәсілдер қолданғанын меңгереміз. Тастағы суреттер алғашқы адамдардың дүниетанымы туралы қандай ақпарат бергенін меңгеріп ұғынамыз. Ал енді оқушылар, қараңыздар. Олар қандай ойды білдіргісі келді? Мына суреттерге қараңыздаршы. Барлық жартастағы суреттерде адамдардың бәрінің басы күн бейнесімен салынған екен. Күн бейнесімен салынған. Мұнда көріп тұрсыздар ма? Адам тұр, иә? Оның басы күн бейнесімен тұр. Сонымен қатар алғашқы адамдар неліктен бұл суреттерді салды деп ойлайсыздар деген сұрақ туындайды. Бұл кезде діни наным сенімдері, адамдардың өмір сүргені, айналысқан мал шаруашылығы, сол кездегі жануарлардың бейнелері, адамдардың қатарда тізбектеп жүрген өмірлерінің құбылыстарын бәрін жартастарға бейнелеп салынған суреттер көрініп тұр. Енді осында біз қазіргі бүгінгі оқыған тақырыбымыз бойынша қола дәуіріндегі шатасқан әріптерді дұрыс орналастыру анаграмма әдісін пайдаланамыз. Ал оқушылар, жаңа сабақты жақсы түсіну үшін арнайы бүгінгі тақырып бойынша қола дәуіріндегі сұрақтар келеді. Бұл жерде шатасқан әріптерді орнына қоямыз. Осы шатасқан әріптерді орнына қою арқылы сұрақтарға жауап береміз және оны тақтаға шығып жазамыз оқушылар. Сұрақтарды мен айтып отырамын. Сіздер қараңыздар. Бірінші сұрақ: қола дәуірінің ең ірі жетістігі болған мәдениет қалай аталады? Андрон. Так, шығамыз. Айтпаймыз, оқушылар тек қана тақтаға шығып қол көтеріп жазамыз. Және жылдамдық танытамыз. Дұрыс тапты ма? Жарайсың, жарайсың. Келесі сұрақ: Андронов селосынан табылған алғашқы ескерткіш қай жылы табылды? Шығыңыз. Шығыңыз. Тез етіңіздер оқушылар, уақытын үнемдейміз. Келесі сұрақ: Андронов баспалары қалай аталады? Оқушылар дұрыс деп жатыр ма? Дұрыс па оқушылар? Дұрыс, жарайды. Келесі сұрақ: қай Қазақстанда табылған мәдениет қалай аталады? Жарайды, шыға ғой. Жылдамдатамыз оқушылар. Яқтын араластыра бер. Сонан соң бас әріппен басталады. Жылдамдатамыз. Не болды сонымен? Қандай жақсы, жарайсың. Келесі сұрақ: қола дәуірінде орталық Қазақстанда табылған мәдениет шықты. Жарайды. Қола дәуірі ескерткіштерін сырын ашқан қазақ ғалымы кім? Шықса қыз. Шуламаймыз оқушылар. Так, онан соң. Дұрыс па? Кім болды сонымен садуақас? Әлкей Маруан. Жарайсыңдар. Жақсы. Енді оқушылар, уақыт болса аяқталып келе жатыр. Жаңа сабақты бекітуге бұл ойынның әдістің аты самолет деп аталады оқушылар. Самолетті табар кезде де қолымызбен жұмыс істейміз. Бұл жерде де белсенділік танытамыз. Бірінші сұрақ: жартылай жертөлелер мен жер бетіндегі үйлер суреттер арқылы табамыз. Суретті табамыз. Шығамыз. Самолетті былай жылжыту арқылы суреттің дұрыстығын белгілейміз. Қайсы сурет?
Андрондар